Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз ежелгі Үндістанның әлеуметтік құрылымы, дүниежүзі тарихы 5-ші сынып. Енді ежелгі Үндістанда әлеуметтік құрылымына байланысты 4-ке бөлінетін. Бірінші, брахмандарға тоқталайық. Діни уағыздаушы абыздар Брахма атты құдайдың аузынан жаралған сүйікті ұлдары деп есептеген екен. Басқалардан ерекше қасиетті топ болады екен. Баласы да осындай қасиетті деп есептелінген екен. Екінші топқа кшатрилер жатады екен. Елді қорғаушы күзетші топ. Брахма өзінің қолынан жаратты дейді. Балалар да жауынгер қолбасшы болып, сол әлеуметтік жабық топ өкілін ары қарай жалғастыру керек екен. Келесі топ вайштер. Егіншілер, шаруалар, қолөнершілер, саудагер мен малшылар жатады екен. Брахманың жамбасынан жаратылғандар дейді. Шудралар Брахма құдайдың аяғынан жаралғандар, жоғары топтағылар қызмет етушілер, ауыр жұмыс істеушілер. Шаңда жұмыс істейді. Өте ауыр жұмысты атқарушылар, жоғары топтағылар қызмет етушілер. Кшатрилер жауынгерлер болып елдің қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Касталық жүйе қатаң сақталып отырған, бір топтан екінші топқа өте алмайды. Патша өзінің қызметкерлер мен әскерін қамтамасыз ету үшін жыл сайын алым салық жинап отырған. Ману заңына тоқталайық. Ману заңы бойынша біз шаруашылығын, басқару жүйесін, әлеуметтік жағдай, әдет-ғұрыптары туралы біледі екенбіз. Әрі әскери іске тоқталатын болсақ, кшатрилерден тұрақты әскер құрады. Және соғыстан олжа түсірсе, ең жақсысын патшаға берген, қалғанын патшалар кшатрилерге бөліп береді. Әскер түрлеріне тоқталайық. Пілге мінген жауынгер, атты әскер, арбалы жауынгер, жаяу әскер, әскербасылар деп бөлінген. Заңда қылмыс түрі бойынша берілетін жазаларда көрсетілген. Ескерту, айыппұл, дүре соғу, қамау, өлім жазалары. Елдің астанасы Паталипутра. Чандрагупта мен мұрагерлері ірі мемлекетті басқарған екен. Патшаны барлығы сыйлаған. Барлық билік патшаның қолында болды. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе тірек сөздерге тоқталайық. Адасқан әріптерді шешейік. Шудралар бір сөз таптығы. Келесі сөз кшатрилер. Чандрагупта. Ману заңы. Вайштер. Енді бір сөз қалды. Брахмандар. Керемет орындады тапсырманы. Енді ары қарай келесі тапсырмамызды кім миллионер болғысы келеді? Брахмандар кімдер? Дін уағыздаушылары абыздарды айтамыз. Брахман атты құдайдың аузынан жаралған сүйікті ұлдары кімдер? Ол да брахмандар. Біз көтеріп жатырмыз. Үнді елінің астанасы болды Паталипутра. Келесі тапсырмамызды көрейік. Үнді мемлекетін басқарған кім екен? Чандрагупта мен мұрагерлері. Брахма құдайдың аяғынан жаралғандар кімдер? Шудралар екен. Ары қарай ойынды жалғастырып көрейік. Әр топ өз дәрежесі бойынша ғана өмір сүруге тиісті жабық топты қалай атайды? Варна немесе каста деп атайды екен. Брахмандар кімдер? Дінді уағыздаушы абыздар. Брахматты құдайдың аузынан жаралған сүйікті ұлдар кімдер? Брахмандар. Брахма өзінің қолынан жаратқан кімдерді? Кшатрилерді. Үнді мемлекетін басқарған кім? Чандрагупта мен мұрагерлері. Брахма құдайының аяғынан жаралғандар кімдер? Шудралар. Ойынымыз өз мәресіне жетті. Енді QR код бойынша кім миллионер болғысы келеді тапсырмасын және адасқан сөздер тапсырмасын орындайық. Сау болыңыздар.